Қайырлы таң, құрметті көрермен. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл. Елімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдері қазақ елінің өркендеуіне әр салада үлес қосуда. Бүгін біз түрік ұлтының азаматы профессор Сабри Хизметли мырзаның әңгімесін тыңдамақпыз. Сәлематсыздар ма? Сәлеметсіз. Қайырлы күн, Сабри мырза. Сәлематсыздар ма? Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сабри мырза, қазақ жерінде тұрып жатқаныңызға 20 жылға таяп қалған. Алғаш қазақ тілін қай жерден, қалай үйрендіңіз? 1999 жылында келген боламын. Сол кезде Хожа Ахмед Есеви адындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде вице-президент болып жұмысқа бастадым. Бірақ қазақша білмейдім. Менің үшін бірінші міндет ана тілі осы жердің халқының біздің де ортақ тіліміз болған қазақ тілін үйрене болса, мен Кентау қаласына көштім. Сол жақта Зейнетке бір оқытушыдан 3 ай қазақ тілі курстары алдым. Сосында бардым Шымкенттегі Хожа Ахмед Есеви университеті медицина факультетінде тарих сабақтары қазақша беруге бастадым. Сосын қазақша меңгеруге тырыстым. Қазірше бұл осы күнге дейін 10-ға жоқ қазақ тілінде жазылған ғылыми шығармаларым, биографияларым бар. Қазақ халқының сізге қандай мінезі, қандай қасиеті ұнайды? Біздің бала кезімізде, яғни қазақ халқы тәуелсіздігін алмау бұрын әке-шешелеріміз қазақтар жайлы, ата-бабаларымыз жайлы бізге мәлімет берер еді. Бірақ мен келгенімде байқағаным әрине әр жақтан менің достарым болды. Зиялы қауымдан, халықтан, әріптестерімден, оқу ордаларından, академик адамдардан, өнерпаздардан дегенімізде бүкіл жұртқа орташа танитын болдым. Менің байқағаннан нәрседен бірі қазақ өз ұлттық болмысына, қасиетіне көп мән береді. Екінші, Қазақстан халқы менше дүниедегі ең қолы ашық жомарт халық деп айтсақ артық емес деп ойлаймын. Олар қонақ жайлымен, шетелдік азаматтара деген құрметімен, олармен бейбітшілдік, ынтымақтастықпен өмір сүру қасиетімен дүние жүзінде танымалы бір халық. Көріп тұрмыз, мына жерде мұражайға домбыра қойып қойыпсыз. Домбыра шертіп үйреніп жүрсіз бе? Иә, бұл домбыраны аз-маз үйрендім, бірақ абден үйренгенімде сізге мұны ойнаймын. Өте жақсы, рахмет. Егер мүмкін болса, әңгімемізді менің кабинетімде көтеріп, орда жалғастырсақ деген ойдамын. Рахмет. Өзіңіз басқарып отырған шет тілдер және іскерлік карьера университеті жастарға қандай мамандық бойынша білім береді? Бакалавриат саласында 13 мамандық, магистратура саласында 4 мамандық бойынша жастарды дайындайды. Атап өткенде бізде шет тілдері бар, 11 дана шет тілдер бар. Бұның 5 батыс тілдері, сосын ona қоса аударма ісі бар. Ekonomika ғылымдарына келетін болсақ, бүкіл экономика ғылымдары бар бізде. Bir басқа жақтан біздің ерекшелігіміз Қазақстандағы тек қана дин тану факультеті бізде бар. Бұл факультетімізде философия және дин тану лицензиясымен емес, тек қана дин тану лицензиясымен жұмыс істейді. Негізгі мақсатымыз Қазақстанның бұл асыра сілтеуші дини философиялық ағымдардан алыс болуы, зиянды ағымlara қарсы жастарымызды тәрбиелеу, еліміздің рухани дамуына, еліміздің ішкі саясетіне сай жастарды тәрбиелеуге атсалысып отыру мақсатымен сол факультет ашылған болады. Сапалы ғылым, саналы тәрбие біздің пароламыз. Негізгі мақсатымыз бұл. Яғни біз айтпаймыз, бұлар ақшасын өтеледі. Келсе келсін, келмесе келсін деген ойда емес біз. Біз одан аулақмыз, керісінше жастарымыздың ғылымды да, білімді де, білікті де, мәдениетті де тұлғалар болып, қоғамдық өмірде Қазақстана, қазақ халқына қызмет етуіне үлес қосып отырмыз. Сіз Париждегі Сорбонна университетінің түлегісіз, Еуропада, Африкада оқытушылық қызметтер атқардыңыз. Біздің жастардың білім ғылымға деген талпынысы қандай? Сұрағыңыз өте орынды деп есептеймін. Өйткені біздің қазақ жастары менің көз қарамша өте талантты жастар. Яғни bir Европалық студент шетелдік bir жерге барса, o da bir şetel dili öğrenemem dese,
2 жылда, 3 жылda öğren almaydı. Bırak bizim Kazak'tın jastары 1 yıl içinde öte жақсы ағылшын тілін, түрк тілін меңгереді. Сондан biz жастарымыздың ғылым мен білімге деген göz қарасын, талантын, олармен айналысу қасиетін өте жақсы білеміз. Сондан biz жастарымызға bize түскен son 2 шет тілін тегін үйретеміз. Бүкіл мамандықтары бойынша қазақ тілін үйренуге өте көп мән береміз. Üçüncüden Kazakistan ve Türkiye, Kazak halkı ve Türk halkı arasındaki köprü de eseplegenimiz üniversitemizin tüleklerinin Türk dilinde bir dengeyi de biliyor için 1 yıl, 2 yıl, haftasına 2 saatten Türk dili okutamız. Өзіңіз 300-ге жуық ғылыми еңбектің 40-тан аса монографияның авторысыз. Таяуда тағы бір кітабыңыз жарық көрді. Енді осы кітап жайлы өзіңізден толығырақ естісек. Әрине benim birinci salım gılım. Men gılım men bilim men oynasamın. Sizler aytkanday benim Türkçe, Arapça, Fransızca, Ağışınca, және İtalyanca, Kazakça bir neşe шығармам бар. Solar içinde benim için mаңызды болған Kazakça қазір Gılım және Bilim Ministri tarafından жарық көрген жақын arada İslam Tarihi adlı шығарма. Bizim elimizde de bugünkü deyim benim bilgenimше Kazakça İslam tarihi yazılgan жоқ. Sondan осы sırada taveslimizin 24. yılında Kazak halkına benim öte жақсы görgenim Kazak жастарына осындай bir sıyım bolsa, sыйлығым болса, өзіме бақыт деп есептеймін. Енді аздап отбасыңыз жайлы айта отырсаңыз. Қазір жұбайым менімен бірге осы мекемеде Шеттілер және Искелек университетінде халықаралық қатынастар жөніндегі проекттері болып жұмыс істейді. O kişi Türk dili мен İslam edebiyeti маманы, профессор, PhD, doktor атаған 96 жылында ие болған бір кісі. Бірнеше жыл Hoca Ahmet Yesevi adındağı Halkara Kazak Türk Üniversitesi'nde kafedra mengерisi болып жұмыс істеді. 5 balam var. Onların 4'ü ul bala. Songusu kızım Zehra. Bu balalarım 3'ü Kazakistan'da жоғары liseleri bitirdi. Biri жоғары оқуында бұл жерде bitirdi. İkiyi İstanbul Üniversitesi мен Ankara Üniversitesi'nde bilim gılım aldı. Қазір kızım 4. kursta stüdent halkara қатынастарда okuydu. Олар Kazakçаны, Orusça, Ağışınca ana tillerine koysa öte жақсы dengede mengереді. Sebebi ben balalarımın бұл жерге akkelgende birinciden onları Kazak mektebine жібердім. Kazak tilini öğrengen son Orus mektebine жібердім. Sondan бұл жерде олар 2 dilde mengеріп шықты. Қазір Türkiye'de yani Germanya'da сол тилдер арқылы жұмыс істеуде. Сабри мырза, сұхбатыңызға үлкен рахмет, еңбегіңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермен, сіздер Таңшолпан бағдарламасында профессор Сабри Хизметли мырзаның әңгімесін тыңдадыңыздар. Көріскенше күн жақсы.